Сәлем достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Мен астындағы видеоны өзімнің видеомды алып тастадым, веб-камерадағы отвлекать етпеу үшін сіздерді сабақтан. Енді жалпы мен алдыңғы сабақта естеріңізде ме? Стрингтің функциялары туралы айтамын деп. Бұл сол сабақтың келесі бір бөлімі болады. Стрингтің сіздерге керек, яғни сіздер көп қолданатын, программада көп қолданатын функциялары жайлы білетін боласыздар. Енді жалпы негізі көп функциялар жетеді, стрингтің функциялары. Оның бәрін айта берсең, кейбіреулерін даже қолданбайды кейбір программалар. Сондықтан мен сіздерге ең көп қолданылатын функцияларды ғана тізіп көрсетемін, және сол нәрселерді бір жерге жазып алыңыздар керек, немесе сабақ оқып отырып, жаңағы анакондада жазып отырыңыздар бір жерге, яғни заметка ретінде. Ал енді кеттік, онда сабағымызды бастайық. Жаңа файл ашайын. Lesson 3. Lesson 3. Енді жалпы стрингта өте көп функциялар бар. Мысалы мен бірінші стринг ретінде бір сөзді алыстайын. Бұл таңда study. Бізде A деген строка. Енді осындай функцияларды бірінші көрсетейін сіздерге. Компилят жасап қояйын. Компиляция. Ең бірінші lower деген функцияны көрсетейін. Lower деген не істейді? Ағылшынша білетін болсаңыздар, ол бүткіл строкадағы символдарды кішкентай әріпке айналдырады. Мысалы қараңыздар. Print a.lower. Көрдіңіздер ме? Мынау үлкен т-ны кішкентай т-ға айналдырып жібереді. Енді тура соған қарама-қарсы бізде upper деген бар. Upper деген бар. Ол не істейді? Керісінше үлкен әріпке айналдырады барлығын. Енді тағы да бір функция бар. a.capitalize. Ол не істейді, қараңыздар. Мысалы, бізде мынандай неге болсын. Немесе. Ал былай болсын, Қазақстан деп тұр. Осылай болсын. Ол не істейді? Мынау бастапқы әріпті үлкен әріпке айналдырады да, қалғандарын кішкентай әріпке айналдырады. Мынау мысалы, қараңыздар. Үлкен Т болсын, А болсын. Ол не істейді? А-ны кішкентай әріпке, Қазақстанның, яғни бастапқы әрпін үлкен әріпке айналдырады. Енді, мысалы, осылай болсын, біздің строкамыз. Енді осының ұзындығын табу керек бізге. Ұзындығын табайық. Print len. Len деген, length деген сөзді береді. Length деген ұзындық деген сөз, бірақ қынайды қысқартып айтады len деп. Енді ленді көрейік, қараңыздар 25. Бұл жақта пробелді бір символ ретінде қарастырылады, естеріңізде болсын. Пробелда. Ол символ. Ал енді келесі бізде strip деп аталады. Strip деген не істейді? Шет жақтағы, сосын оң жақтағы, сол жақтағы пробелдарды алып тастайды. Мысалы, A тең мынандай болсын. Hello world. Енеде тағы пробел болсын. Ол екі жақтағы пробелдарды, сол мынау пробелдарды, және нердегі пробелдарды жоққа шығарады. Қарайық. Print a.strip. Көрдіңіздер ме? Нерде уже пробел жоқ. Не? Пробел жоқ. Ал енді осыған альтернативасы бар. ls-strip деп аталады. ls-strip. Ол не істейді? L деген білесіздер left. Left деген сол жақ. Осы сөзіміз тұра берсін. Print a.ls-strip. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Мына жерде уже пробел бар. Оң жақ, сол жағында пробел жоқ. Яғни сол жағындағын пробелді жойды. И тура сондай
restrip деген бар. Ол write. Аз бізде сақталады, мысалы, қараңыздар. a.restrip. Яғни естеріңізде болсын, мынау print a.lstrip десе, аның мәні олай өзгеріп кетпейді. Өйткені қараңыздар. Міне. Қандай өзгеріс жоқ. Міне, a бізде қандай болды? Міне, тура сондай. Осылай болды. Нерде де өзгермейді. Яғни біз просто нерде print a.lstrip десек, тек соны шығардық. Яғни программаға соны шығардық. Біз оның мәнін өзгерткен жоқпыз. Түсінікті деп ойлаймын. Ал енді келесі бізге өте қажет керемет нәрсе, ол мысалы бізде мысалы Қазақстан болса, осылай болса, бүйтем. Бұның аты replace деп аталады. Replace. Яғни бұл не істейді? Кез келген символ немесе әріптің орнына жаңағы сіз қойған мәнді қояды. Мысалы қараңыздар. Мен бүйтейін. Бір b деген неге айнымалыға оны өзгертейін. a.replace. Мысалы біздегі s-тің мәніне t-ны қояйын. Сосын print b дейін. Қараңыздар не істеді? S-тің орнына t-ны қойды. Нердегі s-тің орнына t-ны қойды. Немесе тура солай былай істеп алды. Мысалы k деген нәрсеге t-ны қойсақ болады. Яғни ол k деген табады. Не істейтін еді? Жоқ, нерде тура бағанағы нәрсені қабылдап қойды. Символдың орнына қойға болады. Не ол өзгермейді? Енді түсінікті болды. Бізде o деген жоқ қой, оны тапқан жоқ. Мысалы k болса, k-ны ол сөз ретіне қарап, оны қарамайды, яғни t-ның орнына. Көрдіңіздер ме? Бұл жақта тек әріпті ғана қойға болады. k-ның орнына мысалы o-ны қойса болады. Әрбір k-ның орнына. Мынандай кішкентай k-ларды көріп отырсыздар ғой, соған ғана қояды. Егер мынау кішкентай әріп болатын болса, яғни бірдей болу керек. Кіші үлкен ретінде екеуінде айырмашылық бар. Үлкен k мен мысалы кішкентай k-ның айырмашылығы бар. Енді көрейік. Көрдіңіздер ғой, мысалы енді қараңыздар, k-ның орнына не істеді? Оны қойды. Немесе сіздерге былай көрсетейін. Оппа. Мен әрбір оп деген сөздерге u деп қояйын, оп деген сөздерге u-ды қояйын. Қайсысы өзгереді? Қараңыздар. Мынау өзгерген жоқ, көрдіңіздер ғой? Мына үлкен әріп оп. Қалғандары оптар өзгеріп кетті. Түсінікті деп ойлаймын. Өте керек нәрсе replace деген. Енді тағы да бір көп болсын мен өзім қолданам. Split деген. Split деген не істейді? Сондай әріптерді алып тастайды. Сондай символдар. Мысалы, көбінесе біз өтірлерде қолданамыз. Мысалы hello, нормашық деген. Мен айтайын. b тең, b деген жаңа айнымалы. a.split өтір дейін. И print b дейін. Қараңыздар. Бұл бір жағынан не ретінде шығарып кетті бізге. Яғни b деген сіздерге list болып кетті. List деген кейінірек айтам, массив болып кетті. Hello және нормаш деген екі нәрсеге бөліп тастады. Яғни өтірден. Ал егер пробелдан бөлетін болса, или давайте қызық болсын, l-дан бөлетін болсақ, оны етейді. He, l-ды алып тастады. Ештеңе жоқ. O-ны қойды. Потом барып нені? Нормаш деді. Түсінікті ғой? Яғни қандай әріп қойсыздар соған. Даже бұл жақта сөз қойға болады. Мысалы, mu деген сөзден кейін алып тастау керек. Hello, өтір, nu алып тастады. Өтір неді? Nu деген жоқ. И нормаш қана. Вот, split деген осы. Ал енді осындай жағдай кездеседі. Мысалы бізде substring деген болады да, яғни подстрока. Қазақша қалай болатын? Қалай кішкентай строка дей ма или подстрока строканың ішінде бар ма, жоқ па, соны тексеру керек. Мысалы, оны былай істейміз. b тең, мысалы s тең hello нормаш болсын, правильно. Енді b тең hell болсын.
Енді hell деген сөз осы hello нұрмаш дегенде кездесе ме кездеспей ма соны тексеріп керек. Енді оны бүйтеміз. Print b in s. In деген ішінде деген сөз, s-тің ішінде. Ол true дейді. Көрдіңіздер ғой, бұл жақта boolean. Яғни егер ішінде болмаса false шығарады, болса true шығарады. Мысалы hell k деген. Hell k деген кездесе ме кездеспей ма? Кездеспейді. Тура осындай кездесу керек. Түсінікті ғой. Немесе даже былай қойсаңыздар болады. Пробел бар ма, жоқ па соны тексереді. Бар. Егер жоқ болса, ол былай болады. False көрдіңіздер ғой. Егер пробел жоқ, былай. Енді мысалы нұр дейік. Кездессе ме, кездеспей ма? Кездеспейді. Өйткені ол жақта қандай нұр? Үлкен нұр. Егер былай істейтін болсақ, b in s яғни кездеседі. Осының тура керісіншесі бар. Ол былай. Тура осын копировать етейік. b not in s. Мысалы, нұр s-тің ішінде кездеспейді ма деген сұрақ қояды. Яғни нерде кездесе ма деген сұрақ қояды, нерде кездеспей ма, not in. Ішінде емес. Ол нерде false дейді. Не үшін? Өйткені ішінде кездесіп тұр. Сол үшін дұрыс емес. Ал егер осындай болса, k деген жоқ қой ішінде. Онда true шығарады. Жоқ. Түсінікті ғой. Мынау негізгі функциялар. Енді жалпы осы. Енді жалпы тағы да осындай жағдайлар көптеп кездеседі. Сіздерге керемет бір функция. Count деп аталады. Енді count не істейді? Count деген ағылшын тілінен аударғанда есептеу деген сөз. Енді бізде мысалы a тең таңда study болсын. Енді мен бүйтейін. Print a.count мысалы a дейін. Бұл не істейді? A деген символ таңда studyда неше рет кездеседі, соны жазып береді. Мысалы a бір рет, екі рет кездеседі. Көрдіңіздер ме? a.count деген осы. Немесе подстрока қойсаңыздар болады. Мысалы stud неше рет кездеседі? Бір рет кездеседі. Көрдіңіздер ғой? Осылай болсын, info, info, да. Мен бүйтейін. In деген неше рет кездеседі? 4 рет кездеседі. Біреу, екеу, үшеу, 4 рет. Яғни есептейді. Келесі функция бізде find. Негізгі функциялар мен үлкен атпен жазып қояйын осылай. Керек деймін. Find деген не істейді? Табады. Яғни нешінші орында тұрған анықтайды. Мысалы a.find. Тура in дейік. Ой, үшінші. In. Нөлінші дейді. Бұл жақта бірінші табылған сразу кетеді. Яғни бірінші табылса нөл. Немесе қараңыздар. Осындай болсын. A тең нұрмаш болсын. И u нешінші рет кездеседі? Қараңыздар. Бір. Нөлінші бірінші болған u. Түсінікті ғой? Нөлден баса есептейді бұл жақта. S нешінші? Бесінші. 0, 1, 2, 3, 4, 5-ші. Көрдіңіздер ғой? Яғни бұл сіздерге индексін шығарады. Нешінші орында тұрған шығарады. Ал енді осындай функция бар. Ішінде сан бар ма, жоқ па соны анықтап береді. Ол is ал num деп аталады. Ол не істейді? Қараңыздар. Егер біздің строкамыз осындай сандардан құралсын, и ол анықтап береді. Тек сандардан тұра ма, жоқ па? Түсінікті ғой. Көрдіңіздер, true. Тек сандардан тұрады. Сол үшін true шығарады. Егер неде бір әріп болып қалса, не істейді? Неде сан бар ма, жоқ па? Бұны қазір не істейді, былай көрсетейін. True. Енді қараңыздар. Осындай жағдайда істемей жатыр. Мынау негізі false шығару керек болған. Біздің программа қуып жатыр ма?
Окей. Негізінде false шығару керек. Не үшін бұлай шығарып жатқанын түсінбедім. Окей. Енді келесі біздің бір функциямыз бар. isAlpha деп аталады. isAlpha бізде тоже true false шығарады. Бұл жақта сан ба әлде жаңағы сөз болу керек. Мысалы, x деген болса бізде тек сөздерден құралса, и print x.isAlpha десек, true шығарады, өйткені сөздер бар. Енді сандар болатын болса, false шығарады. Көрдіңіздер ғой? Яғни бір сан болып қалса, болды, false шығарады. 9 болып қалса, false. Егер 9 алып тастаймыз, true. Өйткені бұл жақта тек сөздерден тұрады. Түсінікті ғой? Негерде жаңағыдай тура сондай шығару керек болған, түсінбедім не үшін бұлай қате шығарып жатқан. Окей. Жалпы осымен функцияларымыз стрингке байланысты түсінікті болды деп ойлаймын. Қатты да қиын емес шығар, өйткені Python ол өте жеңіл тіл, любой адамға түсінікті. Рахмет. Дальше біздің Python сабақтарымыз жалғасады. Келесі кездескенше біздің YouTube каналымызға тіркеліп, осы жақтан тегін білімді алып, өздеріңізге болашаққа керек, яғни болашақ мамандығын үйренгілеріңіз келсе, осы біздің каналдан үйренсеңіздер болады. Жарайды.